Қайырлы күн, меленеш оқырмандар. Ақша потогын ашатын 9 кеңеспен бөлісемін. Көптеген адамдарды тез баюдың, ақша табудың жолдары алаңдатады. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, біреулер бірден байып кетіп жатса, екіншілері талай қиындықтарды басынан өткізеді. Ал оның сыры неде? Ендеше бүгін сіздерге баюдың 10 сыры туралы айтатын боламыз. Ас үй мен кіреберісті әрдайым таза ұстаңыз. Өйткені лас үйге ешқашан байлық келмейді. Тоңазытқыш та таза болуы керек. Бұл біздің бірінші ережеміз саналады. Екінші, әмияныңыз қызыл түсті болуы керек. Қызыл түс бізде ақшаны жақсы шақырады. Және де ақшаның үйі әмиян болғандықтан сапалы әрі өз түсіңізде әмиян алғаныңыз дұрыс. Үшіншіден, айлық алған күні ақшаңызды құртуға болмайды. Оны ақша сақтап жүрген жеріңізге алып қойыңыз. Келесі күннен бастап қана керекті дүниелерге жаратыңыз. Төртінші, әмияныңызға артық ештеңе салмаңыз. Ол тек қана ақша мен банк карточкалары тұратын орын. Сурет, түбіртек, хат салудың қажеті жоқ. Бесінші, купюраларды қалталарға ретімен бөліп салыңыз. Алтыншы, ақшаңызды таңертең тек таза қолмен санаңыз. Жетінші, бай адаммен үлкен купюра қарызға алып, үйіңізде сақтап қойыңыз. Табысыңыз көбейгеннен кейін қайтарып бересіз. Сегізінші, жұмысқа деген құлшынысыңызды оятыңыз. Одан бөлек тағы бір кәсіппен айналысып көріңіз. Ақшаңызды жақсы көріңіз. Оны жетпейді, ақша бітті, ақша жоқ деп айтпаңыздар. Ақша бітпейді. Сеніңіздер, ең бастысы ақшаны жақсы көріп, оны өзіңіз қалаған нәрсеге жұмсап, байлар секілді өмір сүріңіз. Біздің 10-шы кеңесіміз, өміріңізді күнде жақсы көріп, сізге ақша оңай әрі тез келеді деп ойлап қуаныңыз. Әр қуанышты кезде есіңізге алып, қатты қуанып жүріңіз. Ақша қуанышты жақсы көреді. Мұның бәрі жалған деп ойлап отырған шығарсыздар. Алайда бірінші байқап көру керек. Содан кейін өз тұжырымдарыңызды айтасыздар. Ешқашан кеш деп ойламаңыз. Бәрін бүгіннен бастаңыз. Алға қойған арман мақсаттарыңыздың орындалуына тілектеспін.